Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллах, вассалату вассаламу аля расулилlah. Ассаламу алейкум. Құрметті әлеумет, ардақты көрермендер, Алла тағала осы қасиетті айдағы ұстаған оразаларымызды қабыл етсін. Біздің Дархан халқымыз айтады, сәлем сөздің анасы дейді. Неге? Себебі сәлем ол қоғамдағы ізгіліктің бастауы. Сәлем ол сіздің бауырыңызға игілікті тілеуіңіз. Сәлем ол амандық. Сәлем ол өзара арамыздағы сый, құрмет, сүйіспеншілік. Сәлем ол Алла тағаланың жердің бетіндегі саулығы, адамзатқа беретін. Сондықтан да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам имандылықтың, жәннатқа кірудің бастауын сәлем етіп көрсеткен. Бір хадисінде айтады: «Ла тадхулул джанната хатта ту'мину» дейді. Яғни сендер иман келтірмегенше жәннатқа кірмейсіңдер дейді. «Ва ла ту'мину хатта тахаббу» дейді. Сендер өзара бір-бірлеріңді сыйлап, құрметтемегенше, жақсы көрмегенше, бір-бірлеріңе жанашыр болмағанша, момын, мұсылман болмайсыңдар дейді. Сосын жалғастырып айтады: «Ауала адуллукум аля шайин иза фаалтумуху тахаббтум». Мен сендерге бір істі үйретейін бе? Егер оны жасайтын болсаңдар, сендер бір-бірлеріңді жақсы көріп, өзара сый құрметтерің артады дейді. Сосын арғата жалғастырып: «Фаафшус салама байнакум» дейді. Өз араларыңда сәлемді көбірек таратыңдар, бір-бірлеріңе сәлем беріңдер дейді. Демек, біздің арамыздағы сый құрмет, одан кейін момын мұсылман болуымыз, және Алланың құзырында жәннатқа ие болуымыз барлығы құдды бір осы сәлемнен басталып тұрғандай. Мәшһүр Жүсіп атамыз айтады ғой: «Біздерге сәлем беру болды сүннет, пайғамбардың сүннетін тұт, болсаң үмбет» дейді. Сондықтан сәлем беру біздің дінімізде ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның бекітілген сүннеті болған. Бұл сәлем Алла тағаланың сипаттарынан. Алла тағаланың аты, Алла тағаланың сипаты қай жерде аталатын болса, онда ол жерде шайтан, ібліс, азғыру, жамандық болмайды. Пайғамбарымыз хадисінде айтады: сәлем ол Алланың есімдерінің бірі, Алланың сипаттарының бірі. Алла тағала ол сәлемді жерге қойып қойған. Сондықтан араларыңда сәлемді көбірек таратыңдар, өзара бір-бірлеріңе сәлем беріңдер. Яғни Алла тағаланың атауы, есімі көбірек таралған сайын жердің бетінде, яғни адамның арасынан, яғни қоғамның ішінен ірткі, өзара жек көрушілік, басқа да жаман ниеттер ұзақтап, жырақтай береді екен. Біздің дініміз жақсылыққа, сондай жақсылықты қайтаруды, қажет болатын болса, одан артық етіп жақсылық қайтаруды бұйырады. Сәлем жөнінде Алла тағала Құранда айтады: «Ва иза хуйитум битахиятин фахайю би ахсана минха ау руддуха» дейді. Егер сендерге сәлем берілетін болса, біреу сендерге келіп есендікті, амандықты тілейтін болса, онда сендер одан артық қылып қайтарыңдар дейді. Яғни сіздің бауырыңыз келіп ассалауму алейкум деді. Яғни қазақтың ассалауму алейкумы болса да, бұл арабтың ассаламу алейкум деген сөзінен шыққан. Яғни Алланың сендерге сәлемі болсын деген. Сол кезде Алла тағаланың бұл әмірі бойынша мұсылмандар сізге де Алланың сәлемі, рахымы және берекеті болсын деп қайтаруы абзал болады екен. Ең болмағанда сол сәлемді қайтару керек екен. Неге? Себебі сәлемге қайтару, сәлемге жауап беру біздің дінімізде парыз, міндет болып бекітілген. Сонымен қатар момын мұсылманды көргенде оған сәлем беру, ол момын мұсылманның біздің мойнымыздағы, яғни бауырымыздың ақысы.
пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам момын мұсылманның мойнында 6 ақысы бар дейді. Соның бірі қашан оны көргенде оған сәлем беруің дейді. Егер кімде-кім өзінің бауырын, өзінің көршісін көрген уақытта немесе өзінің сондай бір жақынын сәлем бермейтін болса, оған Алланың амандығын, есендігін тілемейтін болса, құдды бір оның мойнындағы ақысын өтемегендей болады. Ал біреудің ақысын жеу, Алланың құзырында оның үлкен жауабы бар. Сондықтан Алла тағала сәлемнің жердің бетінде көбірек таралуын, сәлемнің арамызда әрдайым болуын нәсіп етсін. Алла тағала әрдайым бір-бірімізді сыйлаған, құрметтеген, жақсы көрген, шын мәнінде момын мұсылман болған, Алланың құзырында өзінің разылығы мен жәннатына лайықты болған сүйікті құлдарынан қылсын. Келесі кездескенше аман саулықта болайық.